Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, Қарағандыдан барлығына сәлем. Бүгін қысқа видео болады. Видеомыз күркетауық балапандарының инкубациясы, аваскоп жасау және оған дейінгі тауықтар мен бөденелердің инкубациясының нәтижесі туралы болмақ. Дайын болсаңыздар, бастаймыз. Ардақты ағайын, мінекей күркетауық балапандарын инкубацияға салдық. Бүгін 10-шы күн. Оған дейінгі бөдене балапандары мен тауық балапандардың инкубациясы жақсы болмады. Бөдене 21 аплодтың ішінен 18 шықты, ал тауықтың жұмыртқасын бір эксперимент ретінде жумай салып едім, сырты өте арам болған. Ішінде дамымай өліп қалған балапандар өте көп болды. 20 аплодтың ішінен 8 балапан ғана аман шығып, қазір мінекей брудерде тұр. Көрсетейін барлығыңызға. Мінекей бөдененің балапандары. Қазір мінекей алдына кормушкаға жем салып қойғанбыз. Қазір бөдененің 10 балапаны бар. 18 балапанның өкінішке орай свет өшіп қалып, қатты салқындап кетті да өлтіріп алдық көбісін. Суық өтіп, іші өтіп, өліп қалды. Міне тауықтың балапандары. Жақындатып көрсетсеңіз. Тауықтың балапандары 8 балапан, кормушкасы, автоматический поилкасы бар. Бұл туралы тағы да кейінірек толығырақ. Қазір күркетауық балапандарының, күркетауық жұмыртқасының инкубациядағы аваскоп жасау қалай өтеді, сол туралы айтып өткім келіп отыр. Міне инкубаторды өшірдік. Ал кеттік. Аваскопты қалай жасау керек? Аваскопирование жасау үшін бізге мынандай қалтафонымыздағы қолшамы жеткілікті. Жұмыртқаны алып, міне бұлай үстіңгі жағынан көрсеңіздер, ішінде жұмыртқаның қабырғасында тамырлар барын көресіздер. Бұл ішінде балапан бар деген сөз. Және де қараңғы бөлмеде мынау лотоктың астынан фонарик салып отырсаңыздар болады. Міне ортасында қатты жанып тұрған, жарық өтіп тұрған жұмыртқа аплод емес деген сөз. Балапан жоқ. Мына жұмыртқада бар. Жалпы бұлай қарап отырсаңыз, жылдам қарау үшін ыңғайлы, өте ыңғайлы. Мінекей мысалға, мынау шеткі жұмыртқаның ішінде балапан жоқ. Мына жұмыртқаларда бар. Жалпы менің салған 30 жұмыртқамның ішінде 2 неоплод, қалғандары ішінде балапан бар деген сөз. Бұйыртса осының инкубациядан шыққан уақыты туралы тағы видео көретін боласыздар. Мінекей біздің бүгінгі тақырыбымыздың легі осындай болды. Каналымыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жақында балапандарға брудерді қалай жасау керек, я болмаса менің қолдан жасап шыққан брудерімнің қаралымы жайлы видео болады. Келесі видеоларда жүздескенше қош сау болыңыздар.